21 ғасыр жаңа ақпараттық технологиялар ғасыры деп айтып жатамыз. Дәл қазіргі кезеңнің бұлай бағалануы бекер емес. Өйткені мынадай, алақандай ғана телефонның көмегімен сіз әлемде болып жатқан оқиғалардан хабардар бола аласыз. Алайда адамдардың ақпаратты алу әдісі әртүрлі. Ендеше айналамыздағы қарапайым халық ақпарат алуда медианың қай түріне жүгінеді? Бұл сұрақтың жауабын бірге іздеп көрейік. Саламатсыз ба? Біз сауалнама жүргізіп жатқан едік. Бір сұрағымызға жауап берсеңіз, күнделікті ақпаратты алған кезде медианың қай түрін пайдаланасыз? Күнделікті жаңалықтардан, телевидениеден, информбюроның кешкі жаңалықтарын әдеттегідей. Сосын әлеуметтік желі, интернеттен. Әлеуметтік желіден қараған кезде сол ақпараттың рас өтірігін тексересіз бе? Онша көп тексермейді екенмін соны. Мен өзім күнделікті ақпаратты Инстаграм желісінен және басқа да телевизордан, газеттерден аламын. Өзіме солай ыңғайлы. Енді мен осы жаңалықтардың бәрін өзім хабар арнасынан көріп тұрам. Өйткені 8-де жұмыстан кейін уақытымыз бар, сол кезде ылғи хабардан көремін. Ол жерде ылғи өзекті мәселелерді көрсетеді. Жаңағы елде қандай өзекті мәселелер бар, сол көрінеді. Көрсетеді, орысша қазақшасын көріп отырам. Мен таңертеңгісін көлікпен келе жатқанда радиодан көбінесе ақпаратты аламын, және де газет журналдардан аламын. Көбіне ақпаратты газеттен оқимын, өйткені өзім кітапханада қызмет етем. Сондықтан күнделікті апта сайын келіп тұратын газет журналдардан біліп отырамыз. Көбінесе мен ақпаратты теледидардан көрем, жаңалықтардан. Сағат жұмыс уақытынан кейін, үйдің жұмысы біткеннен кейін кешкі сағат 8-де Қазақстан каналынан жаңалықтар тыңдаймын. Қажетті ақпаратты қандай медиадан аласыз деген сұраққа әлеуметтік желіде де жауап іздеп көрдік. Сауалнамаға қатысқандардың 25%-ы теледидарды таңдаса, 42%-ы әлеуметтік желіге жүгінеді екен. Ал 17%-ы тыңдау арқылы ақпарат алса, 8%-ы газет журналдан оқитын көрінеді. Бұл көрсеткіш әлеуметтік желінің ақпарат әлеміндегі өзіндік орнын тағы бір мәрте айқындап берген сыңайлы. Асылан Маханов, IT жаңалықтары.